Бүгінгі біздің тақырыбымыз Александр Македонский. Александр Македонский тарихта ұлы қолбасшы болған. Ол өзінің қолында батыс пен шығысты бағындырған. Олда 30 мыңнан астам әскері болған. Ол Парсы елін жаулап алған. Оны Александр сыр бойына Александр Эсхато деген жерін салған. Оны шығыс елдері Кхос мүйізді Зулкарнейн деп атаған. Александр Македонский грек-македондық болған. Ол Бактыриямен соғдыға шабуыл жасап, сақтарға жол жөнелді. Оның жорығы туралы жазған Ариан БЗБ 90-175 жылы. Ол оның кітаптарына Ариан біздің заманымызда 90-175 жылы, біз 175 жылы өмір сүреді. Біз оны кітаптардан оқып біліп жүрміз. Ол туралы поэма жазған Абай Құнанбаев, біздің атамыз. Ол поэмасының аты Ескендір. Орталық Азияда БЗД 330-327 жылы 4 ғасырда оларға соғыс жасаған еді. Александр Македонскийға қарсы тұрған олардың басшысы Спитамен. Бүгінгі тақырыбымызға кім, қашан, неліктен, не үшін деген сұрақтарды қоямыз да эссе жасаймыз.